Мысырдан шығу. 36 тарау. Ендеше Бесилиел мен Ахолиапта жаратқан ие киелі шатырды дайындап, тұрғызып, жабдықтаудың бүкіл жұмысын іске асыруға ақыл-парасат пен қабілет тартқан барлық басқа шеберлер де оның тапсырғандарын түгелдей жасап шығарсын. Осылайша Мұса Бесилиел мен Ахолиапты да жаратқан ие ақыл-парасат пен шеберлік тартқан, шын жүректен келіп, жұмыс істеуге тілек білдірген тағы басқалардың барлығында жұмыстарына кірісуге шақырды. Олар Израиль халқы киелі шатырды тұрғызуға арнап әкелген сый тартуларының барлығын Мұсадан қабылдап алды. Бұдан кейінде халық күн сайын ертеңмен Мұсаға өз еріктерімен сый тартулар әкеліп жатты. Сонда киелі шатырды дайындап жатқан шеберлер жұмыстарын тастап, Мұсаның алдына барып, халық жаратқан ие тапсырған іске қажетті заттарды мөлшерден тыс әкеліп жатыр деп баяндады. Содан Мұса жарлық шығарып, оны ел қонысына таратқызды. Бұдан былай бірде-бір еркек не әйел киелі шатырға арнап заттар дайындап жасамасын. Сонда израильдіктер сый тарту әкелулерін тоқтатты. Өйткені олардың осыған дейін әкелгендері барлық жұмыстарды атқаруға жетіп, тіпті қажетті мөлшерден артылып жатты. Сонымен күллі дарынды шеберлер бірігіп, жұмыс істеп, киелі шатырды құруға қажетті заттарды жасап дайындады. Олар жіңішке зығыр және қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн жіптерден шатырдың 10 жабынын тоқыды. Солардың бетіне керубтердің бейнелері шеберлікпен кестеленді. Барлық жабындардың көлемі бірдей еді. Ұзындығы 28, ені 4 шынтақ. Шеберлер Бесилиелдің басшылығымен жабындарды 5-5-тен қатарластыра біріктіріп, тігіп шықты. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін олар әрқайсысының бір жақ шетіне қою күлгін жіптен баулық сияқты 50 ілгектен дайындап бекітті. Мұнан кейін шеберлер екі жапқыштың жиегіндегі 50-50-ден жасалған ілгектерді бірдей қашықтықта бір-біріне тұспа-тұс келтірді. Алтыннан 50 ілмек шығыршық жасалып, солармен жапқыштың екі жартысы біріктірілді. Осылайша киелі шатыр бір тұтас жапқышпен жабылатын болды. Шатыр төбесін жабу үшін түбіттен тағы 11 жабын тоқылды. Барлық 11 жабынның көлемі бірдей еді. Ұзындығы 30, ені 4 шынтақ. Шеберлер 5 жабынды бір бөлек, келесі 6 жабынды бір бөлек қатарластыра біріктіріп тікті. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін әрқайсысының бір жақ шетіне баулық сияқты 50 ілгектен дайындалып бекітілді. Қоладан 50 ілмек шығыршық жасалды. Ілгектер солармен бекітіліп, шатырдың төбесі осы бір тұтас жапқышпен жабылатын болды. Содан кейін шеберлер киелі шатырды жабу үшін қызыл түске боялған қошқар терілерінен де бір жапқыш қапты және оның үстінен жабуға борсық терілерінен тағы бір жабынды біріктіріп тікті. Шатырдың қабырғалары үшін ақ қараған ағашынан тік тұрғызылатын қырлы бөренелер дайындалды. Әр бөрененің ұзындығы 10, ені 1,5 шынтақ болды. Әрқайсысының табанында қатар тұрған 2 шошақ тығыннан бар еді. Бесилиел күллі бөренелерді осылай жасатты. Шатырдың оңтүстік пен солтүстік бүйір қабырғалары үшін 20 бөренеден және олардың табандары болатын 40 күміс тағаннан жасалды. Әр бөрененің 2 шошақ тығыны үшін қос тағаннан дайындалды. Ал шатырдың батысқа қараған артқы қабырғасы үшін 6 бөрене және оның бұрыштары үшін тағы 2 бөренеден жасалды. Сол бұрыштардағы бөренелер төменнен жоғарға дейін жұпталып, бір шығыршығы бар жоғарғы жақта біріктірілді. Бесилиел 2 бұрыш үшінде осылай істетті.
Сонымен барлығы 8 бөрене болды. Оларға арнап, әрбіреуіне 2-2-ден 16 күміс таған дайындалды. Беселиел аққараған ағашынан киелі шатырдың оңтүстік, солтүстік және батыс қабырғалары үшін көлденең 5 сырықтан жасатты. Ал ортаңғы сырықтар бөренелердің ортасынан өтіп, қабырғаның бір басынан келесі басына дейін жететін болды. Бөренелер, сырықтар және бұларды өткізетін шығыршықтар алтынмен қапталды. Қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден шымылдық тоқылып, бетіне керуб деген күзетші періштелердің бейнелері кестеленді. Шеберлер аққарағаннан 4 бағана дайындап, алтынмен қаптап, оларға алтын ілгіштер орнатты. Бағаналар үшін 4 күміс таған құйып жасады. Киелі шатырдың кіреберісіне де арнап, қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден шымылдық тоқылды. Оны іліп қою үшін ілгіштері бар 5 бағана жасалды. Бағаналардың үстіңгі ұйықтарын және шымылдық ілінетін сырықтар алтынмен қапталды. Бағаналарға арнап, қоладан 5 таған құйылып дайындалды.